Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін сабағымызды бастайық. Енді сабақты бастамас бұрын қазір тақтаға қарай мына жерде әр елдің амандасу түрлері жазылып тұр. Енді осыны оқи отырып, қай елдің амандасу екенін анықтайық. Кім бастайды? Сәлем, қазақ елінің амандасуы. Қазақ елінің, жақсы. Тағы да жан сезім. Тағы да Ален, Корея тілінің амандасуы. Корея халқының амандасуы, жақсы. Нұрсәт? Мархаба, Түркі елінің амандасуы. Мархаба, жақсы. Тағы да қайсысы қалды? Привет, орыстардың амандасуы. Жақсы. Тағы да қайсысы қалды? Айта ғой Нұрсәт. Қытай елінің амандасуы. Жақсы. Яғни әр елдің амандасу түрлері осылай екен, жақсы. Енді біз жалпы дүние жүзінде халықтар тақырыбын өттік қой, кешегі тақырыпта. Яғни әр мемлекеттің өзінің салт дәстүрі, әдет ғұрпы, тілі, діні, мәдениеті бар екенін білеміз. Әр елдің мемлекеттердің амандасу түрлері өте жақсы. Енді біз қазір топқа бөлініп алайық. Енді біз қазір ал енді осы топ бойынша топқа бөлінеміз. Әрқайсысы өздеріңіздің. Жақсы. Бірінші топ, екінші топ, үшінші топ. Орнымызға жайғастық қой. Үйге берген тапсырманы білеміз, кешегі сабақта біз дүниежүзі халқы елдерін өткенбіз. Осы тақырып бойынша біз қазір үй тапсырмасын осы геофутбол әдісі арқылы тақтадан жұмыс жасаймыз. Енді шығамыз, кім шығады? Бірінші сұраққа. Келе ғой, Нұрислам. Еліміз не? Жақсы, дауысыны шығады, баса ғой соны. Дұрыс, бір гол. Оқи бер. Билингвизм дегеніміз екі тіл қатар қолдану. Жақсы. Жарайсың. Лингва франка дегеніміз халықаралық ортақ тіл. Жақсы. Өте жақсы, жарайсың, Нұрсәт. Енді қазіргі басты лингва франка. Лингва франка. Қазіргі басты лингва франка ағылшын. Ағылшын тілі, жарайсың. Ең көп ана тілі ол Қытай. Испан тілі кең таралған аймақ, Латын Америкасы. Жақсы, жарайсың, Мадина. Араб тілі таралған аймақ, Солтүстік Африка. Жақсы. Қазақстан тілдері. Жоқ, дұрыс емес. Герман тобына қай тіл жатады? Неміс. Жарайсың, жақсы. Славян тобына қай тіл жатады? Орыс. Жарайсың, жақсы, Нұрсәт. Албан тобына қай тіл жатады? Испан. Жарайсың, дұрыс, жақсы. Жарайсың, дұрыс екен, жақсы. Поляк тілі қай топқа жатады? Жоқ, славянды басамыз, Француз тілі қай топқа кіреді? Оның негізгі диалектісі. Канада қандай қос тілде? Жарайсың, жақсы. Бельгия қанша тілі қолданылады? Екеу. Түркі тілі қай топқа жатады? Түркі. Жарайсыңдар, жақсы. Біз осы үй тапсырмасы бойынша, үй тапсырмасын есімізге түсірдік, осы геофутбол әдісі арқылы жұмыс жасадық. Жақсы, жарайсыңдар. Бір-екі қателескен жерде есімізге түсіріп дұрыстадық, ораламыз. Бізде
мына тақтаға қарайық. Мына картаны көріп тұрмыз, иә? Яғни ой қозғау сұрағы. Мына картада не бейнеленген, не көріп тұрмыз? Жақсылап мұқият тақтаға қарайық. Карта. Ойымызды айтамыз. Меруерт айта ғой. Бұл суретте атап өткендей христиан, ислам, буддизм мемлекеттері бейнеленген. Яғни діндердің әлемдік діндердің таралуы дұрыс ақан дұрыс. Яғни аймақтары бейнеленген. Жақсы. Яғни бүгінгі сабағымыздың тақырыбы не деп ойлаймыз? Тұрап айта ғой Меруерт. Діндердің таралуы. Яғни тақырыбымыз діндер туралы деп отырмыз, иә? Жақсы. Дұрыс айтасыздар. Яғни бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дүниежүзі халқының діни құрамы. Оқу мақсаты дүниежүзі халқының діни құрамын біледі, діндердің таралу аймақтарын анықтайды. Яғни бүгінгі сабағымызда осы діндерді таралу аймақтарын анықтап біледі екенбіз, иә? Жақсы, жарайсыңдар. Енді біз қазір осы тақырыпқа байланысты видео көрсетілім тыңдайық, одан кейін жұмыс жасаймыз. Видео көрсетілім. Жер шарында әртүрлі халықтар өмір сүреді. Жер шарында әртүрлі халықтар өмір сүреді. Олардың мәдениеті мен дүниетанымы дін арқылы қалыптасқан. Дін адамның өмірге, табиғатқа және қоғамға деген көзқарасын білдіретін рухани сенім. Дүние жүзіндегі діндер дүниежүзілік, ұлттық және дәстүрлі наным сенімдер деп үшке бөлінеді. Дүниежүзілік діндерге ислам, христиан және буддизм діндері жатады. Христиан діні Палестинада пайда болып, бүгінде Еуропа мен Америкада кең таралған. Христиан діні православие, католиктік және протестанттық деп үш тармаққа бөлінеді. Христиан діні адамды жақсылыққа, мейірімге, әділдікке үйретеді. Ислам діні араб түбегінде пайда болып әлемге тарады. Ислам сөзі бейбітшілікке, Аллаға мойынсыну дегенді білдіреді. Мешіт мұсылмандардың намаз оқитын қасиетті орны, қасиетті кітабы Құран. Ислам діні әділдік, қайырымдылық пен бейбіт өмірді насихаттайды. Буддизмде өмір азапты, бірақ оны жеңуге болады. Мақсат рухани тыныштыққа жету деп есептейді. Буддизм дінін 500 миллион адам ұстанады. Бұл дін ішкі тәртіп пен рухани дамуға, әділдік пен мейірімге үйретеді. Ал ұлттық діндер тек бір елге ғана тән. Индуизм Үндістанның, синтоизм Жапонияның, даосизм Қытайдың ұлттық діні. Ұлттық діндер халық мәдениетінің айнасы. Олар адамды әділдікке, мейірімге және дәстүрді сақтауға үйретеді. Діндер қанша топқа бөлінеді екен? Дұрыс айта ғой, үшке қандай? Ислам, христиан, буддизм. Жақсы. Яғни ең бірінші біз үш үлкен топқа бөлеткенбіз, әлемдік діндер, ру тайпалық, одан кейін бар ұлттық діндер деп топтастырып. Соның ішінде жаңағы ислам сен айтып отырған дүниежүзі діндердің ішінде жаңағы үш топқа христиан, ислам, буддизм деп бөлінген. Жақсы. Жалпы діннің мақсаты не? Рухани тәрбие береді, үміт пен сенім береді, және де өмірдің мәнін түсіндіреді. Жақсы, жарайсыңдар. Енді қазір осы тақырып бойынша көрген видеоны тыңдағанымыз бойынша осы тақырыпты мәтінді ашамыз. Осы бойынша қазір сіздерге топтық жұмыс берем, топпенен жұмыс жасаймыз. Енді топтық жұмыста жаңағы дін адамдардың жоғарғы күш және Құдай деп бар деп сенуі және оған табыну құбылысы, яғни адамның белгілі бір мәдениетті, құбылыстарды, ойлар мен көзқарастарды, пікірлерді күмәнсіз қабылдануы және сенуі. Ең бірінші сенім екен, жақсы. Жаңағы осы топ бойынша қазір топтық жұмыс жасаймыз. Қазір алдарыңызға ұлттық діндер. Сіздердің топтарыңызға мына жерде тапсырмалар берілген. Осы дін дегеніміз не, оның түрлері, таралу аймақтары
дескрипторы тұр, сол бойынша қарап осы топтық жұмыста қорғаймыз. Дүниежүзілік діндер. Үшінші топқа ру, тайпалы. Алдарыңызда түрлі түсті карандаштар. 거기다 삼아. 살아있어. 알고 막 냈었거든. Межеде Израиль жеткен аталған ерекшеліктері. Бір Құдай басыды, яһудилердің жалғасында қасиетті кітаптан Таурат. Ғасырда бұрыннан-ақ негізін қаланың ерекшеліктері бір Құдайға сену қазталып бөлінуді жоққа шығарды. Бар мұралам сен, ер адамдар қаққа келеді шашын қимайды. Синтоизм, Жапонияның ең көне дәстүрлі діні табиғатпен рухтарға сенім. Конфуцийлік ежелгі Қытайда 5-6 ғасырларда пайда болды. Оның қасиетті кітабы Лунью, яғни 5 классикалық кітап болады. Діннен гөрі адамгершілік ілім болып келеді. Үлкенді сыйлау, ата-ананы құрметтеу және іске адал болу оларда ең маңызды шарттардың бірі. Ететін орындары арнайы храмдар. Индуизм ежелгі Үндістанда біздің заманымыздан бұрын 2000 жылдың шамасында пайда болды. Негізгі ерекшеліктері йога мен медитация жақсы дамыған және касталық жүйе бар. Қасиетті кітаптары Рамаяна, Махабхарата және Ведалар, Упанишаттар. Негізгі 3 құдайы бар. Брахма жаратушы, Вишну сақтаушы, Шива жоюшы. Барлық тіршілік иесіне сәует етудің басты қағидаты. Зорлық-зомбылыққа жол жоқ. Рухани азаттыққа жету үшін нәсіпті түзеу қарапайым өмірде өз-өзіңді тәртіпке салу керек. Жақсы. Сіздерді ұлттық діндер, ұлттық діндер дегеніміз не болды? Ұлттық дін дегеніміз? Бір ғана ұлт ұстанатын діндер. Бір ғана ұлт ұстанатын діндері, яғни синтоизм, конфуцийлік, даосизм. Жақсы, отыра қойыңыздар. Ру тайпалық дін дегеніміз ежелгі адамдардың қауымдық немесе тайпалық өмірінде пайда болған діндер. Олардың түрлері анимизм, жан мен рух адамға ғана емес табиғатта да бар деп сенді. Өлген адамның жаны өмір сүреді деп ойлады. Фетишизм кейбір заттарда жетекші күш немесе қасиет бар деп сенді. Тарихы адамдар белгілі бір тас, тұмар, ағаш немесе бұйымдар киелі деп санап, оны қорғаныш береді деп ойлаған. Ерекшелігі бұл сенімде ежелгі ру-тайпалық діндердің бірі. Ерекшелігі табиғат құбылысына емес, тылсым күшіне сену. Буддизм немесе тайпаның өзінің белгілі бір өсімдікпен немесе жануармен байланыстыруы. Және де бұл тайпалық діндеріміздің қасиетті кітаптары жоқ, ауызша аңыз әңгіме ретінде таралып, қазіргі халықтың жадында қалған. Және олардың тағзым ету орындары табиғат нысандары. Солардың бірінде өзен, көл, үңгір. Және де таралу аймақтарына тропикалық Африка, Амазонка үндістері, Тибеттегі тайпаларда және мұхиттық аралдар кіреді. Дүниежүзілік діндер дегеніміз көптеген елдерге тараған әртүрлі ұлт өкілдері ұстанатын діндер. Олар белгілі бір ұлттармен шектеліп қалмайды, әлемге тараған. Негізгі дүниежүзілік діндер ислам, христиан, буддизм. Ислам
Ислам ең жас дүниежүзілік дін. Ол біздің заманымызға дейінгі 7 ғасырда араб түбегінде пайда болды. Оның негізін қалаушы 570 жылы Меккеде туылған Мұхаммед пайғамбар болды. 40 жасында ол Алла өзі пайғамбар етіп таңдағанын жариялап исламды уағыздады. Ислам дінін ұстанушы жан мұсылман деп аталды. Мұсылмандардың қасиетті кітабы Құран, ал намаз оқитын орны мешіт. Исламның 2 бағыты бар: сүннит, шиит. Сүнниттік бағытта Қазақстан, Өзбекстан, Сауд Арабиясы, Алжир, Марокко елдері ұстанады. Ал шиитті Иран, Ирак, Ауғанстан елдері ұстанады. Христиан діні Палестинада біздің дәуіріміздің 1 ғасырында пайда болды. Ол бүкіл жерорта теңізінен таралды. 3 ғасырдан кейін Рим империясы мемлекетке айналды, ал 9 ғасырдан кейін Еуропадағы басты діндердің бірі болды. 1054 жылы христиан діні 2 негізгі бағытқа бөлінді: православие және католицизмге ажырады. Екінші бағыттан кейініректе православиеге болып бөлініп шықты. Бұл христиандықтардың негізгі 3 тармағы: христиандықтардың қасиетті кітабы Библия, ал дұға қылу орны шіркеу, собор. Христиан 3 тармаққа бөлінеді: католик, православие, протестанттық болу. Католикке Италия, Германия, Франция, Чили жатады, ал протестанттыққа ақш, Канада, Аустрия, Швеция жатады. Православтыққа Ресей, Украина, Беларусь, Болгария жатады. Дүниежүзілік діндердің арасындағы ең көне дін ол буддизм. Ол біздің заманымызға дейінгі 6 ғасырда солтүстік Үндістанда пайда болған. Буддизмде құдай идеясы жоқ. Оның негізін қалаған Сиддхартха Гаутама, үнді ханзадасы. Оны осы уақыттан кейін Будда, яғни табиғи рухани таза оянған деп атады. Буддизм 3 тармаққа бөлінеді: Хинаяна, Махаяна, Ламаизм. Хинаяна Шри-Ланка, Таиланд, Мьянма, Лаос. Махаяна Қытай, Жапония, Корея, Вьетнам. Ламаизм Тибет, Монголия, Бутан. Бізде христиан дінінің 3 тармақтары бар. Католик дініне тарау аймақтарына Франция, Германия және де Италия кіреді. Келесі бізде протестанттық. Оған Америка құрамы және де ақш және Австралия кіреді. Келесі православтыққа Ресей мемлекеті, Украина және де Беларусь мемлекеттері жатады. Жақсы. Ұлттық діндерге, яғни Жапония, саудизм, Израиль, ол иудаизм, Үндістан, индуизм, Қытай, даосизм және конфуцийлік дінге жатады. Жақсы, отырып. Ақиқат жалған. Жұптасы раққа, жұптасы. Siz kimmenin? Çığa koy. Yarısı, yaxşı. Yedinci. Nurda çığa koy. Müslümanlardan қасиетті кітап. Yarısı, Nurda жақсы. Құран. Үшінші. Çığa koy Nursa. Жақсы. Шыға қойды ислам. Ислам діні негізін қалаушы пайғамбар. Жақсы, жарайсың. Зухра шыға қой. Сұрақ оқимыз.
Жақсы. Өздері дүниежүзінде топтасқандар аға. Жоқ, ислам, христиан, Будда дегендер бар дейсіз дүниежүзінде. Христиан. Жақсы. Тез тез ақ, ұмтай қалыңыздар. Ұлттық діндерді тез түріп ешкөзін. Жақсы жарайсыңдар. Яғни діндер. Дұрыстадық, дұрыс. Жақсы. Жақсы, жарайсыңдар. Яғни жұптық жұмысты орындады. Енді жеке жұмыс. Егер сіздер тіл үйрену мақсатында басқа шетелдерге бардық, мысалы Лондон қаласына бардық дейді, осы лагерьге барған кезде демалғанда. Яғни ол жерде басқа ұлт өкілдері бар. Европа, Азия, Африка елдерінен келген оқушылар бар. Олардың діндері, дәстүрлері, киім кию үлгісі және тамақтануларында ерекшеліктер бар. Енді осындай ортада өздеріңізді қалай ұстанар едіңіздер? Бірінші сұрақ. Екінші, әртүрлі дін өкілдерімен қарым-қатынас жасаған кезде қандай мінез құлықтарды сақтау керек деп ойлайсыздар? Жақсы, айта ғой. Менің ойымша, әртүрлі дін өкілдерімен қарым-қатынаста әдептілік, төзімділік, сабырлық сақтау маңызды деп ойлаймыз. Біреудің сенімін мазақ етпеу, стереотиптерге сенбеу, және де түсінбеген жағдайда сыпайы түрде сұрақ қою керек. Және де ортақ тіл тобы болу үшін достық қарым-қатынас орнатып, бір-бірімізден үйренуге дайын болу қажет. Және де осындай ортада адамгершілік, ашықтық, өзара құрмет, және де ең бастысы құндылықтар болып табылады деп санаймын. Өте жақсы, жарайсың деп отыра ғой. Енді осы діндер бойынша бізде өзіміз көпұлтты мемлекетпіз, білеміз. Енді осы Қазақстанда қандай діндерге байланыс аймағында орналасқан? Біздің еліміз Қазақстан қандай діндермен байланыс аймағында орналасқан? Нұрсат, айта ғой. Қазақстан елі христиан және буддизм діндерінің тоғысу аймақтарында орналасқан. Христиан дініне Ресей және Ақтөбе, Ақмола, Қостанай, Батыс Қазақстан және Солтүстік Қазақстан
және Павлодарда. Себебі ояқ солтүстік Қазақстан Ресей мемлекетімен шектесіп жатырмыз, иә? Себебі соған байланысты. Ал шығыста қай мемлекетте шектесіп жатырмыз? Қытай мемлекетімен шектесіп жатырмыз. Қытай және Жетісу, Абай облыстарында, Шығыс Қазақстанда, иә? Жақсы, яғни осындай діндердің байланыс бар екен. Себебі біз көп ұлтты мемлекет болғандықтан біз қазақтар мұсылманбыз, бірақ біз Қазақстанда жалғыз мұсылман дінін ұстанбайды, иә? Себебі көп ұлтты болғандықтан христиан діні де, Будда дінін ұстанатындар да кездеседі екен. Жақсы. Енді қазір жеке жұмыс, тез жұмысын орындаймыз. Қолымызға соткамызды аламыз. Қазір сілтеме жіберіледі. Жазанын. түсінікті болды және мен рухайпалық дін дегеніміз не екенін, дүниежүзілік діндердің қандай тарау аймақтарын және де олардың тағзым ету орындарын барлығын түсіндім. Бүгінгі сабақ маған түсінікті болды. Жақсы, отыра ғой. Жан сезім. Бүгінгі сабақты түсіндім. Мен діндер қандай ұлттар қандай дін сыйларын түсіндім. Жақсы, Нұрсат. Мен бүгінгі сабақта жалпы барлық діндердің тағзым ету орындары, қасиетті кітаптарын және дін неге тәрбиелейтінін туралы түсіндім. Жақсы. Енді үйде тапсырма қалды. Дүниежүзінің таралу аймақтарын кесін картаға түсіреміз, иә? Осы діндердің таралу аймақтарын кесін картаға белгілеп береміз және қосымша мәліметтер оқып береміз. Түсінікті ғой, жақсы. Енді бүгінгі сабағымызда жалпы біз дүниежүзінің діндердің таралу аймақтарын, діндердің түрлерін, яғни оқу мақсаты бойынша осы діндердің таралу аймақтарын анықтап білдік, иә? Жақсы. Бүгін сабаққа белсене қатысқандарыңыз үшін өте жақсы, сау болыңыздар.